Сәлем, сіздермен Нағима Қалжан. Видеоны көрместен бұрын тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Ендеше сіздерге айта кетейін, үйіңізде фарш жоқ болып қалса, немесе бауыр жоқ болып қалған жағдайда жасалатын ең оңай котлеттердің бірі сұлы жармасын жасаймыз. Ендеше кеттік. Біз сұлы жармасын аламыз, қанша керек екенін мен описание қалдыратын боламын. Үстіне жарты кесе суымызды құйып, жақсылап араластырамыз. Жақсы араласу қажет. Араластырып, үстінен өзінің ыдыстың крышкасы немесе легемен жауып қойсаңыз, әбден әдемі жақсы бұқтырылатын болады. Таза ыдысымызға картошкамыз бен пиязымызды жақсылап ашып, жуып, тазалап, ет тартқыштан әдемілеп өткізіп алатын боламыз. Барлығын осылай өткізіп аламыз. Міне осылай шығатын болады, әдемі. Оның үстіне жаңағы бұқтырылған овсяный хлопьямыз, яғни сұлы жармасын қосатын боламыз. Екеуін жақсылап араластырамыз. Оның үстінен бір жұмыртқамызды салатын боламыз. Осылай бір жұмыртқамызды салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Дәміне қарай тұз қоссаңыз болады, өзіңізге ұнаса бұрыш қоссаңыз да болады. Мен бұрыш қоспадым. Енді осылай жарты кесеге су алып, таза суды. Ол неге керек? Себебі қолымызды сулап тұрып, мынаны жаңағы домалақтау үшін. Қызып тұрған майымызға осылай бөліктерге домалатып, екі бетін қызартып, әдемілеп пісіріп аламыз. Міндетті түрде қызып тұрған май болу керек, себебі мынау қызарып әдемі пісуі үшін. Осылай екі бетін айналдыра отырып, қызартып пісіріп аласыз. Міне менің котлеттерім дайын болды. Жай-жайлап осылай тарелкаға аламыз. Бұл өлшеммен 10-15 ұштықтай котлет шығатын болады. Не біздің котлеттеріміз дайын болды. Егерде сізге ұнаған болса, тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Және де сізге де жасап көруге кеңес беремін. Әдемі шығады. Келесі кездескенше.